2006 жылдың сәуірі. Бұхараның қақ ортасы. Жұмысшы Садық фонарын жер астындағы қараңғы шыңырауға бағыттағанда, оның жүрегі тоқтап қала жаздады. 4 метр тереңдікте бірінің үстіне бірі қаланған. Ондаған адамның бас сүйектері ақсиып жатты. Олардың бәрі жас әйелдер еді. Олардың бәрінің мойны бірдей тәсілмен, кәсіби жендеттің қолымен шартсынып кеткен. Бұл жерде не болған? Бұл жай ғана қабір ме, әлде ондаған жылдар бойы ешкім байқамаған өлім фабрикасы ма? Көп ұзамай тергеушілер қорқынышты шындықтың бетін ашты. Бұл әйелдерді сырттан келген маньяк емес, өз отбасылары, өз енелері мен күйеулері өлімге қиған. Ал үкімді орындаған, бүкіл махалла сыйлайтын, бу мен раушан иісіне малынған қатыгез моншашы қатын еді. Бүгін біз Бұхара тарихындағы ең сұмдық қылмыс, Фирузаның хаммамы туралы айтамыз. Неге 17 әйел моншаға кіріп қайтып шықпады? Неге бүкіл қала 35 жыл бойы үндемей келді? Және сол қанды құдықтың үстінде бүгін не тұр? Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. 2006 жыл. 12 сәуір. Бұхара. Көне қаланың таңғы ауасы әдеттегідей мөлдір емес еді. Күн әлі көкжиектен толық көтерілмесе де, аптап ыстықтың алғашқы лебі сезіліп, ауада шаң мен қызған қыштың ауыр иісі аңқиды. Ләби Хауз ауданындағы тар көшелердің бірінде үлкен құрылыс жүріп жатты. Мұнда жарты жылдан соң шетелдік бай саяхатшыларға арналған заманауи бутик қонақ үй бой көтеруі тиіс болатын. 53 жастағы Садық Рахимов Беларусь экскаваторының тізгінінде отырып, терең қазан шұңқырды қазумен айналысты. Ол өмірінің көбін кеңшардың кең даласында өткізген, тағдырдың талай тауқыметін көрген, байсалды адам. Бірақ дәл осы сәуірдің таңы оның жадын мәңгілікке өзгертетінін ол әлі білмейтін еді. Садық экскаватордың шөмішін жерге кезекті рет батырып, ауыр топырақты көтергенде құлағына оғаш бір дыбыс келді. Металдың тасқа соғылған ашы дауыс емес, бір нәрсенің опырылып, бостыққа құлаған дүлей гүрсілі естілді. Экскаваторшы қозғалтқышты өшіріп, кабинадан сыртқа шықты. Төменде, қазан шұңқырдың түбінде жүрген оның жас серігі Қасым аяқ астынан қатып қалыпты. Оның жүзіндегі қорқыныш Садықтың бойын мұздатып жіберді. Қасымның екі беті күнге күйгеніне қарамастан, қағаздай аппақ болып, еріндері дірілдеп тұрды. Садық ескі етігімен балшыққа тайғанай отырып төменге түсті. Экскаватор шөміші жер астындағы көне бір қаланды тесіп өткен екен. Ол жерде қарауытып үлкен іңкәр, терең құдық жатты. Сол сәтте құдықтың түбінен бір ауыр леп көтерілді. Бұл жай ғана сыздың иісі емес еді. Бұл ондаған жылдар бойы жер астында бұғып жатқан, адамның өңешіне кептелетіндей тәттілеу әрі жиіркенішті шіріндінің өткір иісі болатын. Садық дірілдеген қолымен белбеуіндегі фонарын суырып алды да, жарықты қараңғы шыңырауға бағыттады. Жарық сәулесі құдықтың мүжілген ескі кірпіштерін бойлай төмен сырғыды. 4 метрдей тереңдікте опырылған топырақтың арасынан аппақ бір нәрселер жылт етті. Садықтың көзі шатынап кетті. Фонар жарығы бірінің үстіне бірі қаланған, топыраққа малынған адамның қаңқаларын айқын көрсетті. Тіпті жоғарыға қарап, аузы ашылып қалған бір бас сүйектің айқайлап жатқандай әсерін көргенде, Садықтың қолындағы фонары сырғып, құдықтың түбіне құлап кетті. Фонар төменге түскенше қабырғаларға соғылып, қаңқалардың арасында бірнеше секунд жарық беріп барып өшті. Ол қысқа сәт Садықтың санасына соңғы үкімдей жазылып қалды. Құдық бос емес еді. Онда адамдар жатты. Көп адамдар. Садық артына қарамай, балшыққа малтыға отырып жоғарыға қарай жүгірді. Оның тек бір ғана ойы болды. Бұл адам қолымен жасалған тозақ. Ол кезде Бұхараның қарапайым жұмысшысы Садық бұл құдықтан 17 әйелдің мүрдесі табылатынын, және бұл оқиғаның сонау 1970 жылдардағы моншашы қатынның қанды құпиясына ұласатынын сезгенде жоқ еді. Бұл 35 жыл бойы үнсіз жатқан қабірдің алғашқы жаңғырығы болатын. Садықтың зәресі ұшқан күйі, құрылыс алаңынан атып шыққанына небәрі 30 минут өткенде, Ләби Хауздың тар көшелері көк ала отты милиция көліктеріне толды. Оқиға орнына Бұхара облыстық ішкі істер басқармасының тәжірибелі тергеушісі, капитан Шухрат Назаров келді.
Ол Бұхара сияқты тыныш, туристік қалада мұндай сұмдықтың болуы мүмкін екеніне сенгісі келмей, Қазаншұңқырдың жиегіне жақындады. Төменде құдықтың аузында 2 сарапшы жұмыс істеп жатыр екен. Олардың қолдарындағы қуатты прожекторлардың жарығы құдықтың ішін күндізгідей жап-жарық етіп жіберді. Назаров төменге үңілгенде көзіне алдымен кішкене ғана топыраққа малынған әйелдің туфли түсті. Одан сәл әріректе ұзын, қарайған шаштар мен апақ тістері ақсиған бас сүйектер жатты. «Қанша?» деп сұрады Назаров дауысы қарлығып. Төмендегі сарапшы басын көтеріп, бетіндегі терін сүртті де. «Әзірге 4-еуін санадық, жолдас капитан. Бірақ бұл тек беті ғана. Астында тағы қаншасы жатқаны бір Аллаға аян. Мұнда сүйектер бірінің үстіне бірі қаланған. Бұл бір күндік қылмыс емес. Бұл жылдар бойы жиналған өлім қоймасы сияқты», деді. Назаровтың бойын суық сезім биледі. Егер бұл жылдар бойы болған қылмыс болса, онда қаланың қақ ортасында, жұрттың көз алдында адамдар қалайша жоғалып отырған. Ол дереу Ташкентке хабарласып, ең білікті криминалистерді шақыруды бұйырды. Көп ұзамай, құдықтан шығарылған әрбір сүйек, әрбір мата қиындысы мұқият зерттеле бастады. Сарапшылар таңқаларлық жайтты анықтады. Қаңқалардың бәрі дерлік жас әйелдерге тиесілі еді. Олардың жасы 18 пен 30 аралығында. Ең сорақысы, барлығының дерлік мойын омыртқалары бірдей тәсілмен сындырылған. Бұл кездейсоқ өлім емес, бұл кәсіби жендеттің қолтаңбасы еді. Сол күні кешке Бұхараның ескі махаллаларында сыбыс тарады. Қарттар жағы күбірлеп, бір-біріне 70 жылдардағы із-түзсіз жоғалған келіндер туралы айта бастады. Жұрттың есіне сонау замандағы хаммам Фирузаның моншасы түсті. Назаров архивтік карталарды көтеріп, ескі құжаттарды ақтарғанда зәресі ұшты. Құрылыс жүріп жатқан жердің тура іргесінде 30 жыл бұрын әйелдер моншасы тұрған екен. Сол моншаның иесі Фируза Ахмедова есімді әйел болған. Бірақ ол әлдеқашан 1985 жылы қайтыс болып кеткен. Егер қылмыскер өлген болса, біз шындықты қалай табамыз? деп ойлады Назаров. Бірақ ол құдық түбінде жатқан тағы бір затты көне алтын сырғаны көргенде, бұл істің артында тек моншашы ғана емес, бүкіл махалланың үнсіздігі мен қатыгездігі жатқанын түсіне бастады. Тергеуші Шухрат Назаров архив шаңын қағып, ескі құжаттарды ақтарғанда, алдынан 1929 жылы туған Фируза Ахмедованың есімі шықты. Бұл әйелдің тағдыры Бұхараның ескі қаласының тас қабырғалары сияқты суық әрі жұмбақ еді. Фируза Бұхарадағы тері илеушінің отбасында дүниеге келген. 6 баланың ішіндегі тірі қалған жалғыз қыз. Ол ер балалардың арасында өсіп, ауыр жұмыс пен қаталдықты ерте көрді. Алайда оның жүрегін тасқа айналдырған нақты оқиға 1944 жылы басталды. Небәрі 15 жасар бойжеткенді соғыстан жараланып оралған Акмал Ахмедовқа тұрмысқа береді. Акмал майданнан контузия алып қайтқан, жүйкесі жұқарған, араққа салынған адам еді. Ол Фирузаны аяусыз сабайтын. Түні бойы естілетін шыңғырған дауысты көршілері естісе де, ерлі-зайыптының арасына есі кеткен түсет деп, есіктерін іштен іліп алатын. Фируза 4 рет жүкті болды, бірақ 4 ретте күйеуінің соққысынан сәбиінен айырылды. Соңғы рет, 6 айлық шала туған ұлы қолында небәрі 3 сағат қана тыныстап, жан тапсырғанда Фирузаның ішіндегі мейірім мен үміт бір жола сөнді. Ол жыламады. Тек қараңғы бөлмеде отырып, Акмалдың мас болып қорылдаған дауысына ұзақ құлақ түрді. Оның жанарында бұрын соңды болмаған суық жылтыр пайда болды. 1959 жылдың наурызы. Бұл күн Фирузаның өміріндегі бетбұрыс сәт еді. Оның күйеуі Акмал таяз ғана арыққа батып өліп табылды. Ол кезде Бұхараның милициясы бұған бас ауыртпады. Мас болып құлаған, тұншыққан, жазатайым оқиға деп істі жаба салды. Бірақ ешкімде Акмалдың мойындағы көгерген іздерге, арықтың суы тым таяз екеніне назар аударған жоқ. Фируза сол күні алғаш рет билік дегеннің не екенін түсінді. Ол адам өмірін қиюдың қаншалықты оңай екенін, ал ең бастысы, содан кейін келетін еркіндіктің дәмін сезінді. Ол енді құрбан емес, ол жендет еді. Күйеуінің өлімінен кейін Фируза өзін мүлде басқа қырынан көрсетті. Ол ешқайда кетпеді, қайта тұрмысқа шықпады. Ол Ләби хауыздың іргесіндегі ескі әйелдер моншасына жұмысқа тұрды.
10 жыл ішінде қарапайым көмекшіден сол жердің толыққанды қожайынына айналды. Оны махаллада Фируза апа деп құрметтей бастады. Бірақ бұл құрмет емес, астыртын қорқыныш еді. Моншаның қалыңдығы 1 метрлік қабырғалары кез келген дыбысты тұншықтырып тастайтын. Будың арасында қына мен раушан иісі аңқыған бөлмелерде Фируза әйелдердің мұңын тыңдайтын. Ол кімнің келіні бедеу, кімнің сынохасы жеңілтек, кімнің үйінде жанжал екенін бәрінен жақсы білді. 1971 жылдың бір ыстық тамыз кешінде моншаның есігін Хадича есімді егде әйел қақты. Оның қолында бір түйіншек пен 2 алтын білезік бар еді. Ол Фирузаның көзіне тіке қарап: "Ол менің ұлымның өмірін қор қылып жатыр. Масқарадан құтқар бізді", деді сыбырлап. Фируза алтынды алды. Ол алғашқы ресми тапсырысын қабылдаған еді. 1971 жылдың тамызы Бұхарада өте ауыр, қапырық болды. Күн батса да қаланың қыш қабырғалары жинаған ыстығын сыртқа бүркіп, адамның тынысын тарылтатын. Сол кеште Хадича ененің Фирузаға берген 2 алтын білезігі моншашының сандығының түбіне түскен еді. Бұл жай ғана әшекей емес, Дилором есімді 24 жастағы келіншектің өліміне кесілген үкім болатын. Дилором сұңғақ бойлы, қарақат көзді, жуас келін еді. Оның жалғыз жазығы 6 жыл отасқан соң да құрсағына бала бітпегені. Сол заманның қатал түсінігі бойынша бедеу әйел әулеттің соры, шаңырақтың берекесін қашырушы саналатын. Күйеуі сабыр әйелін шын сүйсе де, анасы Хадичаның күнделікті тұқымымыз құриды, бұл қатынды құрт деген сөзінен қажыған еді. 27 тамыз. Жұма күні. Фируза моншаны ерте жауып, тек Дилоромды күтті. Келіншек келгенде, моншашы оны ерекше жылы шыраймен қарсы алды. "Кел, айналайын, Дилором. Бүгін саған ерекше шөптерден демделген бу дайындадым. Жатырыңды қыздырып, дерттен айықтырады", деді Фируза дауысын мейлінше жұмсартып. Олар моншаның ең шеткі, терезесі жоқ, күмбезді бөлмесіне өтті. Ішіндегі будың қоюлығынан 1 метр жердегі адам көрінбейтін. Ыстық тас еденнен көтерілген раушан майының иісі басты айналдыратын. Дилором ештеңе сезбестен тас сәкінің үстіне етпетінен жатты. Ол өзін емдеп жатыр деп сенді. Фирузаның саусақтары Дилоромның жіңішке мойнына тиді. Ол адам денесінің әлсіз тұстарын жақсы білетін кәсіби массажшы еді. Оның саусақтары 3 және 4 мойын омыртқасының тұсын тапты. Дилором рахаттана терең дем алды. Ол дәл осы сәтте Фирузаның бойындағы жанартаудай жиналған күштің оянатынын білген жоқ. Бірақ сәт. Кенеттен жасалған жылдам әрі жойқын қозғалыс. Күмбез астында сүйектің шырт еткен дыбысы естілді. Дилором шыңғырып та үлгермеді. Оның денесі босап, жансыз күйде тас үстіне құлады. Бұл арасында 2 әйел ғана қалды. Бірі мәңгілікке үнсіз, екіншісі өз қылмысына масаттанған. Түн ортасында Фируза өзінің көмекшісі, 2 құлағы тас керең Зебо апаны шақырды. Зебо Фирузаның бұйрығынсыз ештеңе істемейтін, сұрақ қоймайтын тірі құрал еді. Екеуі мәйітті матаға орап, ауладағы ескі, құрғап қалған құдықтың басына алып келді. Гүрсіл. Дилоромның денесі құдықтың түбіне, қараңғылыққа құлады. Фируза құдықтың аузын ауыр таспен жауып, үстіне топырақ шашты. Таңертең ол тура сол жерге раушан бұтасын отырғызды. Ертесіне бүкіл махалла Дилоромды іздеп әлек болды. Бірақ Хадича ене. Келінім түнде заттарын жинап, басқа еркекпен қашып кетіпті, масқара болдық, деп аттан салды. Ол заманда бұл сылтау тергеушілер үшін жеткілікті еді. Ешкімде жас келіншектің денесі монша ауласындағы раушан гүлдерінің астында жатқанын сезіктенген жоқ. 1 жылдан соң Сабыр қайта үйленді. Хадича аңсаған немересіне жетті. Ал Фирузаның сандығында жаңа алтын білезіктер пайда болды. Ол келесі келінді күтіп жүрді. Фирузаның қызметі туралы сыбыс Бұхараның тар көшелерімен желдей естілді. Бірақ бұл жария емес, тек сенімді адамдардың арасында жабық есік артында айтылатын құпияға айналды. 1970 жылдардың ортасына қарай монша тек жуынатын орын емес, отбасылық мәселелерді түбегейлі шешетін қасиетті мекендей көріне бастады. 1973 жылдың күзінде Фирузаның алдына екінші тапсырыс беруші, Рахат бибі Рашидова келді.
Ол Бұхараның беделді әулетінен шыққан, сөзі дуалы әйел еді. Оның мәселесі тіпті сорақы болатын. Келіні Нигораның 19 жаста жеңілтек деген аты шыққан. Ол кезде махалла үшін мұндай қауесет, бүкіл әулеттің бетіне басылған қара таңба. Нигораны ажыратып үйіне жіберу масқараны мойындау еді. Ал оны жоқ қылу, абыройды сақтап қалудың жалғыз жолы болып көрінді. Рахат бибі өзінің жаназасына деп жинап жүрген 300 рублін алып келді. Бұл ол кезде үлкен ақша, бірнеше айлық жалақының сомасы еді. Фируза ақшаны санамай-ақ алжапқышының қалтасына салды. 1973 жыл, 8 қараша. Нигора моншаға келді. Ол өзінің соңғы күні екенін сезбестен, Фирузаға үйіндегі қиындықтарын айтып, жылап алды. Фируза оның басынан сипап, жұбатқансып, ең ыстық бөлмеге бастап барды. Жат, ботам. Барлық уайымыңды бумен бірге шығарып жіберейік, деді ол мысқылмен. Нигора тас сәкіге жатқанда Фирузаның қимылы бұл жолы тіпті нық еді. Ол, Дилорамды өлтіргеннен кейін өз күшіне тым сенімді болған. Сырт еткен дыбыс. Тағы бір жас өмір үзілді. Зебо апа екеуі түнде екінші мәйітті біріншісінің үстіне, құдықтың тереңіне тастады. Осыдан кейін Фирузаның моншасына арнайы келушілер көбейді. 1975 жылы Зухра Мамадалиева 27 жаста келді. Оның кінәсі күйеуінің мемлекеттік қоймадан мақта ұрлайтынын біліп қойып, оны милицияға айтамын деп қорқытқаны еді. Енесі бұл қауіпті келінді Фирузаның қолына өз еркімен тапсырды. 1976 жылы Гүлчехра Хаджаева 21 жаста құрбан болды. Оның тағдыры тіпті аянышты. Ол әулет аңсаған ұлдың орнына қыз туған еді. Енесі Саламат оны моншаға көңіл көтеруге алып келіп, өзі сыртта күтіп отырды. Гүлчехра іште жан тапсырып жатқанда, енесі сыртта отырып, бейжай ғана тәспісін тартып отырған деседі. Фируза енді тек ақша үшін емес, билік үшін өлтіре бастады. Ол өзін махалланың тағдырын шешуші құдай сезінетін. Оның сандығы алтынға, ал құдығы қаңқаға толды. Ең қорқыныштысы, Бұхараның енелері бір-біріне қарап. Сенің келінің қайда? Деп сұрағанда, қашып кетті немесе төркініне кетті деген жауапқа бәрі сенгенсіп, іштей шындықты біліп, үнсіз қалатын. Бұл үнсіздік келісімі 20 жылға созылды. Фируза өлгенше оның есігінен үміт үзілмеді. Бірақ ол құдықтың түбінде жатқан 17 әйелдің әруағы бір күні жер бетіне шығарын білмеген еді. Оқиғаның шарықтау шегі жақындап қалды. 1980 жылдардың басында Бұхара өзгеріп жатты, бірақ Фирузаның моншасында уақыт тоқтап қалғанда еді. Алайда соңғы құрбан Санабардың оқиғасы Фирузаның темірдей жүйкесіне алғаш рет сыза түсірді. 1980 жыл. Санабар Юлдашева, 22 жаста, Бұхараның ең сұлу келіндерінің бірі еді. Бірақ оның тағдыры өте ауыр болды. Тұрмысқа шыққанына 2 жыл толмай жатып, күйеуі жол апатынан қайтыс болды. Қолында 1 жасар ұлы қалған жас жесір төркініне, ата-анасына кеткісі келді. Алайда оның қатал енесі немересін бергісі келмеді. Баланы қалдырып, өзің кете бер, деді ол. Бірақ Санабар көнбеді, сотқа беремін деп қорқытты. Міне, осы сәтте енесі Фирузаға жүгінді. Бұл жолы тапсырыс ақша үшін емес, баланы тартып алу үшін жасалды. 1980 жыл, қараша. Санабар моншаға келгенде күн суытып, аспанды сұр бұлт торлаған еді. Ол ішке кіргенде, әдеттегідей бу мен қынаның иісі емес, өлімнің суық лебін сезгендей болып, есік алдында кілт тоқтады. Фируза оны күлімсіреп қарсы алғанымен, оның жанарынан жыланның суықтығы байқалатын. Массаж кезінде Санабар кенеттен басын бұрып, Фирузаның көзіне тіке қарады. Оның жанарында қорқыныш емес, түпсіз жек көрініш бар еді. Менің баламды бәрібір ала алмайсыңдар. Ол сенің түсіңе кіреді. Деп сыбырлады ол. Фирузаның саусақтары дірілдеп кетті. Ол алғаш рет сескенді. Бірақ шегінерге жол жоқ еді. Сырт еткен дыбыс. Санабардың денесі жансыз күйге түскенде, Фирузаның құлағында оның ол сенің түсіңе кіреді деген сөзі жаңғырып тұрды. Сол түні 17-ші мәйіт құдыққа тасталды. Бірақ Фируза үшін тыныштық аяқталды. Ол түнде ұйықтай алмайтын болды.
Түсінде құдықтың түбіне шыққан 17 әйелдің жылаған дауысы, олардың суық қолдарының өзін қылқындырып жатқанын көретін. Ол моншада жалғыз қалудан қорқа бастады. 1985 жыл, қаңтар. Фируза Ахмедова 56 жасқа толған еді. Ол өте ерте қартайып, жүзі әжімге толып, көздері шүңірейіп кетті. Бір күні кешке моншаны жинап жүріп, ол дәл санабар өлген тас сәкінің жанында құлап қалды. Миына қан құйылып, денесінің бір жағы жансызданды. Ол сөйлей алмай тек ыңырсып құдық жаққа саусағымен нұсқай берді. Ол 3 күн бойы азаптанып барып жан тапсырды. Ол өлгенде Бұхараның ескі әйелдері құпиясын өзімен бірге ала кетті деп жеңіл тыныстады. Бірақ олар қателескен еді. Фирузаның денесі жерге қойылғанымен, оның қылмысы жер астында пісіп жетіліп жатты. Монша иесіз қалып, бірте-бірте қирай бастады. 1995 жылы ғимаратты толық бұзып тастады. Тек құдық қана бетон плитамен жабылып, үстін шөп басып, ұмытылып қалды. 2006 жылдың сол бір сәуір таңына дейін. Тергеуші Шухрат Назаров пен оның тобы үшін ең қиыны дәлел табу еді. Қылмыскер өлген, куәгерлер үнсіз, ал құрбандардың сүйегі ғана қалған. Бірақ Бұхараның ескі мақалаларында сыбыс ешқашан тоқтамайды. Тек оны тыңдай білу керек еді. 2006 жыл, мамыр. Құрылыс алаңындағы қазба жұмыстары аяқталып, 14 қаңқа толық шығарылды. Қалған үшеуі құдықтың астыңғы қабатындағы лай мен бетон арасында мәңгілікке қалып қойғандай еді. Тергеушілерге тірі куәгер керек болды. Олар Ләби хауыздың маңындағы ескі үйлерді үйме-үй аралап, 70 жылдары осы маңда тұрған қарттарды іздеді. Сол күні жас жедел уәкіл Диор Юсупов моншаның дәл іргесіндегі ескі үйде тұратын 89 жастағы Рана Бувидің есігін қақты. Кейуана өте қартайған, жүзі шиырланған әжімге толы, бірақ жанары әлі де өткір еді. Ол Диорды көргенде еш таң қалмады, керісінше ұзақ күткен қонағы келгендей ауыр күрсінді. Келдіңдер ме? Ақыры жер астындағылар тілі қатты ма? Деді ол дірілдеген дауыспен. Диор Назаровты шақыртты. Олар Рана Бувидің ауласындағы сөренің астында отырып, 35 жыл бойы жасырылған шындықты тыңдады. Мен сол кезде моншаның көршісі болдым деп бастады Рана Буви. Фируза екеуміз құрдас едік. Оның моншасына талай бардым. Бірақ 1971 жылдан бастап бір оғаш нәрсені байқадым. Кейде жас келіндер моншаға күлімдеп кіретінде қайтып шықпайтын. Кешке олардың енелері жалғыз шығып бара жататын. Мен Фирузадан сұрағанымда ол маған суық қарап. Ол артқы есіктен шығып төркініне кетті немесе біреумен қашып кетті, масқара болды деп жауап беретін. Назаров блокнотын шығарып. Сіз неге милицияға айтпадыңыз? Деп сұрады. Рана Бувидің жанарына жас толды. Балам-ау, ол кезде мақаланың заңы басқа еді. Абырой деген сөз бәрінен биік тұратын. Фирузаның артында беделді енелер, үлкен әулеттер тұрды. Мен бір ауыз сөз айтсам, менің де келіндерімді, балаларымды құртар еді. Біз бәріміз білдік. Көршілер түнде құдықтың басындағы сыбдырды, Фируза мен Зебоның ауыр бір нәрсені тасып жүргенін көретінбіз. Бірақ бәріміз есігімізді іштен іліп, үндемей отыратынбыз. Қорқыныш біздің тілімізді байлап тастады. Рана Бувидің айтуынша Фируза тек орындаушы болған. Нағыз қылмыскерлер өз қанынан жаралған келіндерін өлімге қиған енелермен соған жол берген күйеулері еді. Тергеушілер Рана Буви берген есімдерді архивтегі жоғалғандар тізімімен салыстырғанда бәрі сәйкес келді. Дилором, Нигора, Зухра, Гүлчехра. Олардың бәрі ресми құжаттарда белгісіз бағытқа кеткен немесе із-түссіз жоғалған деп көрсетілген. Бірақ тергеудің басты жаңалығы әлі алда еді. Назаров 70 жылдары осы оқиғаларға тапсырыс берген енелердің ішінен әлі де тірі біреуді тапты. 85 жастағы Саламат Хаджаева Гүлчехраны өз қолымен моншаға әкелген әйел. Тергеудің ең ауыр сәті туды. Назаров пен оның тобы заң алдында жауап беретін тірі адамды тапты. Бірақ 85 жастағы Кейуананың суыққандылығы тәжірибелі тергеушілердің өзін сескендірді. 2006 жыл, маусымның соңы. Назаров Бұхараның шетіндегі ескі үйлердің біріне келді.
Мұнда 1976 жылы өз келіні Гүлчехраны Фирузаның моншасына татуласу үшін ертіп барып, өлімге қиған Саламат Ходжаева тұратын. Ол қазір 8 немере, 15 шөбере сүйген, махаллада сыйлы, ақ жаулықты әже болып отыр. Назаров аулаға кіргенде Саламат кейуана тапшанда отырып, бей-жай ғана тәспі тартып отыр екен. Ол тергеушілерді көргенде де селт етпеді. Оның жүзінде өкініштің ізі де жоқ, тек тас кереңдік пен тәкаппарлық қана байқалатын. Саламат апа, біз Гүлчехра туралы сөйлесуге келдік. Оның сүйектерін таптық, деді Назаров дауысын қатайтып. Кейуана тәспісін тоқтатты. Ол Назаровтың көзіне тіке қарады. Оның жанарынан 30 жыл бұрынғы сол суы от жылт етті. Гүлчехра. Ол біздің әулетке бақыт әкелмеді. Ол сыйламады, шаңырақтың берекесін алды. Ол жай ғана қателік етті, деді ол дауысы дірілдемей. Назаров жағасын ұстады. Сіз оны өз қолыңызбен моншаға апардыңыз ғой. Фирузаға ақша бердіңіз. Ол небәрі 21 жаста еді. Сіз оның өліп жатқанын біле тұра, сыртта отырып шай іштіңіз бе? Саламат мысқылмен жымиды. Оның жауабы Назаровтың есінде өмір бойына қалып қойды. Балам, сен жасың, Бұхараның ескі заңын білмейсің. Біз үшін абырой деген қаннан да, жаннан да қымбат. Егер келін әулеттің бетіне шіркеу келтірсе, оны жою күнә емес, тазару. Мен өлтірген жоқпын, мен тек өз ұлымды, өз тегімді масқарадан құтқардым. Фируза, ол жай ғана біздің тілегімізді орындаушы болды. Ол бізге керек еді. Тергеушілер Саламаттың үйінен Гүлчехраға тиесілі ескі күміс білезікті тапты. Ол білезікті Саламат немерелеріне сыйға тартпақ болып сақтап қойыпты. Құрбанның бұйымы қылмыскердің сандығында 30 жыл жатқан. Алайда заңның қаталдығына қарамастан, Саламатты қамауға алу мүмкін болмады. Оның жасы мен денсаулығы, ол ауыр науқас еді, бұған жол бермеді. Тергеу барысында ол көп ұзамай өз төсегінде жан тапсырды. Ол өлер алдында да ешкімнен кешірім сұрамады, тек мен бәрін дұрыс істедім деп қайталай берген деседі. Бұл оқиға тергеу тобын тығырыққа тіреді. Барлық тапсырыс берушілер не өліп кеткен, не жауапқа тартуға тым кәрі. Құдықтан табылған 17 әйелдің әруағы жер бетінде әділдік таппағандай көрінді. Бірақ Назаров бұл істі жаппас бұрын, ең болмаса құрбандардың есімдерін тарихқа жазып қалдыруды жөн санады. Тергеу аяқталды, бірақ әділдік толық орнамады. Қылмыскерлер жер астында, ал тапсырыс берушілер кәріліктен өз ажалдарымен кетті. Бұхараның ескі қаласы бұл сұмдықты өз қабырғаларына сіңіріп алғандай үндемей қалды. Алайда уақыт бәрін өз орнына қояды. 2010 жыл. Бұхара танымастай өзгерді. Ләби хауыз маңы енді туристердің ең сүйікті мекеніне айналған. Фирузаның ескі моншасы мен сол бір қанды құдық табылған жерде зәулім, сәнді бутик қонақ үй бой көтерді. Оның қабырғалары ақ кірпіштен қаланып, ою-өрнекпен безендірілген. Қонақ үйдің орталық ауласында дәл баяғы құдықтың үстінде әдемі мәрмәр субұрқақ орнатылды. Күн сайын жүздеген шетелдік туристер сол субұрқақтың жанында отырып кофе ішеді, күледі, суретке түседі. Олар өздерінің дәл астында, небәрі бірнеше метр тереңдікте, бетонмен құйылып тасталған 3 әйелдің қаңқасы әлі де жатқанын білмейді. Тергеуші Шухрат Назаров зейнетке шыққан соң, жиі осы жерге келіп тұратын. Ол қонақ үйдің әсемдігін емес, сол жердегі ауаның ауырлығына қарап күрсінетін. Адамдар ұмытқанымен жер ұмытпайды деп сыбырлайтын ол өзіне өзі. 2023 жылы қоғам белсенділері мен қаза тапқандардың туыстарының талабымен қонақ үйдің қарсы бетіндегі ескі қабырғаға кішкене ғана ескерткіш тақта орнатылды. Онда ешқандай айыптау сөздері жазылмаған. Тек 14 есім, және олар үйлеріне оралмады деген қысқа сөйлем ғана бар. Бұл оқиға жай ғана маньяк туралы хикая емес. Бұл, соқыр нанымның, абырой деген жалған ұғымның және үнсіздік келісімінің қаншалықты қауіпті екенін көрсететін ащы сабақ. 17 жас өмір, 17 арман сол тар құдықтың түбінде тұншығып қалды. Оларды бөтен біреу емес, өздерінің ең жақын адамдары, енелері мен күйеулері өлімге қиды. Бүгінде Бұхараның ескі қаласында түнде серуендеп жүргенде, Ләби хауыз жақтан ескен самал желдің арасынан әлсіз ғана жылаған дауыс естілгендей болады.
Жергілікті қарттар бұл, сол 17 әруақтың махаллаға айтқан өкпесі деп біледі. Фирузаның хаммамы енді жоқ. Бірақ оның тарихы тасқа басылған қанды таңба сияқты Бұхараның жадында мәңгі қалады. Бұл, әйелдердің бәрі бірдей оралмайтын моншашының соңғы хикаясы еді.